Мұқағали Сүлейменұлы Мақатаев 1931 жылы дүниеге келген қазақтың лирик ақыны, мұзбалақ ақын өз заманына лайық бағасын ала алмаса да, өзінен кейінгілер үшін мәртебесі биік ақиық ақын. Азан шақырып қойған аты Мұхаммедқали, әкесі қарапайым шаруа. Мұқағали үйдің тұңғышы болғандықтан қазақ дәстүрі бойынша үйдің алғашқы баласы ата-әжесінен тәрбие алуы тиіс. Сондықтан Мұқағали әжесі тиынның қолында өсіп анасын жеңгесіндей қабылдайды. Балалық шағы соғыспен қатар келгендіктен ақын тағдырдың ащы дәмін ерте тартады. Мұқағалидың әкесі 1941 жылы Калининград майданында қаза табады. Ақиық ақынның еңбек жолына тоқталсам. 1948-1949 жылдары Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінің студенті атанды. Бірақ сол жылы оқуын тастап, Шүйбіт ауылына ауылдық кеңестің хатшысы болып қызмет атқарды. 1949 жылы Советтік шекара газеті ақынның қырман басында «Қойшы бала әктай» деген өлеңдерін жариялады. 1950 жылы Алматыдағы шет тілдері институтының неміс тілі факультетіне оқуға түсіп, көп ұзамай тұрмыстық жағдайына байланысты оқуын тастайды. 1954 жылы Қарасаздың бастауыш мектебінде орыс тілі мұғалімі болып тағайындалады. Осы жылы ақынның 3 өлеңі әдебиет және өнер журналында жарияланды. 1957 жылы республикалық радиода диктор қызметін атқарады. 1960-62 жылдары Советтік шекара газетінің бөлім меңгерушісі. 1963-65 жылдары мәдениет және тұрмыс журналында жұмыс істейді. Ол 1962 жылы Алматыға қоныс аударып, әдеби ортаға етене араласа бастайды. Алматы шет тілдері институтының неміс тілі факультетін, Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультеттерінде оқып, және Мәскеудегі Горький атындағы әлем әдебиеті институтында білім алады. Мұнан соң социалистік Қазақстан газетінің, мәдениет және тұрмыс жұлдыз журналдарының редакциясында Қазақстан жазушылар одағында қызметтер атқарады. Мұқағали Алматыдағы қазақ әдебиеті мен өнерінің қаймақтары шоғырланған ортада өткен аз ғана жылдар ішінде өзіндік дара үнін, суреткерлік қайталанбас дарынын танытып, өнімді еңбектене білді. Өзінің Ильич, армысыңдар достар, қарлығашым келдің бе, Мавр, аққулар ұйықтағанда, шуағым менің атты жыр жинақтарын көзінің тірісінде жарияларын тұрды. Мұқағали поэзиясының қайнар көзі, шабыт тұғыры, туған елі, өскен жері, отан тағдыры, замана тынысы, замандастарының арман аңсары. Осының бәрі Мұқағали жас дарын қатар қайталанбас шеберлікпен, Тәңірдің таңдайынан төгілгендей поэтикалық мінсіз үйлесіммен, әрі жүрекпен тіл табысар шыршыл да, сыншыл сезіммен, нағыз поэзияға тән бейнелі образдармен бедерлеп, өлмес өнер деңгейінде туындатып отырған. Аз ғұмыр ішінде бірнеше лирикалық жыр жинағы мен дастандарын ұсынған. Ол 1976 жылдың 27 наурызында Алматыда дүниеден өтті. Лисаков орталық кітапханасының тұрақты оқырмандары ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың өлеңдерінен үзінділер оқиды. Мақатаев өлеңдерін жалпы сүйіп оқимын. Сол өлеңдерінің бірінен үзінді. Үш бақытым.
Ең бірінші бақытым халқым менің, соған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын, қымбаттырақ алтыннан нарқым менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тіліммен тілім дедім. Кейде дүниеден түнірсем де, қасиетті тілімнен түнілмедім. Бақытым бар үшінші отан деген, Құдай деген кім десе отан дерем. Оты сөнген жалғанда жан барсың ба? Ойланбай-ақ келдағы отауменен. Әйелдер, әйелдер, қандайсың? Әдемі боп кетіпсің ғой әрқайсың. Біреу жеріп тұрса дағы қалмайсың, біреу сойып тұрса дағы бармайсың. Әйелдер, айлар, құлар, жанарлардың жауып алып тұрғаны Біле тұра бүйректерін бүлк етіп, кетісіндер тыңдай тұра тыңдамай. Әйелдерді еркектерген көп дейді. Ойбай, бола берсін көп мейлі. Әйел деген әдемі ғой әдемі, әдемілік бізге көптік етпейді. Дүниенің ағында қарасында, мыңқ етпейсің қабылдап аласыңда. Қарасымен шамаң жоқ таласуға, ей өмірім зымырап барасың ба? Жер мен көктің желпініп арасында, желгесің түсесің қарасуға, құйын туған қаңбақтай аласыра, ей өмірім зымырап барасың ба? Мен отырмын теңіздің жағасында, бересімде жоқ оған аласымда. Мені тастап толқындар ағасың ба? Толқынданып өмірім барасың ба? Шаң шығарып ізінен құйындаған, барасың ба өмірім қиындаған? Сыйын маған, ей өмір, сыйын маған, сыйындалам мен сенің бұйырмаған.